дарынды композитор. Осылай асыл өнермен, жеке бас әдет мінездерімен, сән салтанатымен даралана көзге түскен қазақтың қадірлі серлерін кейінгі ұрпаққа насихаттау бұландағы қайратпен қаһарманша бекінсеңде, тәуекел майдағында тұрандағы, жайықтың сіз қоңыр қаз қырындағы, үш сұңқар сізге тиген ұрындағы. Барып ем ілейін еп суға түсті, қаз екен дарияның сыртындағы. Болмаса ақ тұлғаның балапаны, қайқыштар іле алмаған бұрындағы. Сен болсаң адамзаттың асылысың, біз қанжар алтындаған. Ақан сенің елдің жер судан, қоныстан айырылуына наразылық білдірген азаматтық лирикалары мен сықақ өлеңдері де өткірлігімен ерекше. Бұның шығармаларын белгілі әншілер Әміре Қашаубаев, Жүсіпбек Елебеков, Манарбек Ержанов, Жәнібек Кәрменов сынды ел игілігіне айналдырды. Қазақстан композиторларының симфониялық және опералық шығармаларына кеңінен енгізіліп, ақан әндері екінші өмірін бастады. Серінің өмірі мен тағдыры туралы Ильяс Жансүгіров құлагер поэмасын, Ғабит Мүсірепов ақан сері Ақтоқты драмасын, Сыдық Мұхамеджанов шыққан бірге, еңбектеп екі жаста жүрдік төрде. 3 жаста талпындыңыз еншіңде, 4 жаста адамасып жүрдің жерде. 5 өтіп сонда шықтың 6 жасқа, лайық баққа бөкен қиғаш қасқа. 7-де талпындыңыз жерек аттай, 8-де үкілі жоқты тақтың басқа. 9-да толқықтының туған айдай, ләззатты сөздің пәтер шекер болдай. 10-да сан құрбаның озып шығып онда өзгеше дарын иесі. Оның композиторларға ақындығынан кем түспейді. Әділдігіне көшсек, ақан сері атаның кезінде жұртшылыққа кең танылуы, атақ даңқының шартарапқа жетуі, әншілік композиторлық өнерінің жемісі. Жасынан халықтың ән күйінен сусындап, өзіне дейінгі әншілік дәстүрді толық меңгерген ақан сері бертін келер жігіт шағында серілік қылып, өзі де ән шығарады. Көкшенің сұлу табиғатына көз тігіп, оны албыршылы бір келіп ақшамындай, жамаға үлкен кіші мақтағандай. Анадай, анадан туған ана болып дана, әлінше жақсыларды жақтағандай. Құрбысын жолға бермес, ол шақынбас, жолдасын сары алтындай сақтағандай. Жүреді теңін тауып ойнап күліп, сыны жоқ жұмысының ақсағандай. Екінші бір қыз келер тілі жорға, ұқсаған жұмсақтығы бейне қорға. Ажары ақша бекиядан торға түскен ақсұңқардай, көңілім қапаланған жарда жатыр. Білетін асыл жайын жан болмаса, жаманды не қылайын жолда жатар. Тапсырдым теріс болсаң бір тәңірге, айтатын зарлы сезім толып жатыр. Сымбатың жас жүректі жандырғандай, бриллиант гауһар жүзің сонда жатыр. Аузыңнан шыққан сөзің тәтті балдай, ойласам әрбір қарпы менде жатар. Бағаңа асыл қалқам не жетеді, 500 000 алтын қоры сенде жатыр. Небір домбырашы палуан, шекілі өнерлі жастарды жинап, зерлілік салдық жолына түскен. Ит жүгіртіп құсалып, аңшылық құрған. Алғыр қыран құсуына Қараторғай деп атаған. Жүйрік атқа ие болған. Серінің ақындық жолы басқа халық ақындары сияқты дәстүрлі жолмен қалыптасады. Ақын өз шығармаларын жазып та шығарады. Сонымен бірге жатқа айтып, ауызекі де таратады. Адамның біліміне өзімде ерік дегенге аяқ басшы, ой жетекші, рақат таппақ адамзат көзбен көріп, жақсы менен жаманды сезбек үшін біздерге қойған жоқ па мұның беріп. Жаман жақсы әр сөзді естіген соң, бәрі дағы тұрады құлаққа еніп, тірлікті тырбанып қал сайран етіп.